Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия спорттық морфология негіздері пәні бойынша нөмір 8-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы тыныс алу жүйесі, тыныс алу мүшелерінің жалпы сипаттамасы, өкпе және тыныс алу жолдары. Дәріс жоспары. Бірінші, тыныс алу мүшелеріне жалпы сипаттама. Екінші, тыныс алу жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Үшінші, өкпе және өкпедегі газ алмасу. Төртінші, өкпенің тіршілік сыйымдылығы. Дәрістің мақсаты адамның тыныс алу жүйесінің анатомиялық ерекшеліктерін, ағзаның өмірлік маңызды қызметтерін және физикалық өнімділікті қамтамасыз етудегі рөлін зерттеу. Сонымен қатар, дене күші мен спорттық жаттығулар жағдайында тыныс алу мүшелерінің функционалдық маңызы туралы түсініктерді қалыптастыру. Жоспарда қарастырылатын бірінші сұрақ тыныс алу жүйесінің жалпы сипаттамасы. Дем алғанда ағза мен сыртқы орта газдармен алмасады. Ішке оттегі кіріп, сыртқа көміршыл газы айналып тұрады. Бұл процесс кеуде қуысында орналасқан өкпенің альвеолаларында ойма қуыс науада жүреді. Тыныс алу кезінде өкпенің атмосфералық ауамен және одан газбен қаныққан ауаның тасымалдануы тыныс алу жолдары арқылы жасалады. Дем алу және дем шығару қан айналу жүйесінің үлкен және кіші қан айналым шеңбері арқылы ағзаның барлық мүшелеріне әсер етеді. Ересек адам қалыпты күйінде демалғанда өкпеге 300-500 мл ауа кіреді және 1 минутта 16-18 тыныс алу қозғалыстарын жасап, өкпесінен 6-7 литр ауа өткізеді. Ауаның мөлшері адамның салмағына және бойына байланысты. Бойы ұзын және салмақты болса, соғұрлым көп ауа өтеді. Ересек адамға қарағанда балаға ауа көбірек қажет. 2-3 жастағы баланың өкпесі арқылы 5-6 литр, кейде 7 литрге дейін ауа өтеді. Бұл баланың демалу ерекшелігіне жатады. Сондықтан баланың денесінен бу ретінде су көптеп шығады да тершең болады. Кеуде қуысын кеңейту тәсіліне қарай демалудың екі түрі бар. Бірінші, қабырғаларды көтеріп, кеуде қуысын кеңейту арқылы демалу. Кеудемен демалу, яғни жас сәбилер мен жас балалар мен әйел адамдардың тыныс алуы деп аталады. Екінші, диафрагманың, яғни көкпеттің көмегімен кеуде қуысының кеңейту арқылы демалу. Ішпен демалу, яғни ер адамдарға тән тыныс алу деп аталады. Жоспар бойынша екінші сұрағымыз, яғни тыныс алу жүйесінің құрылысы мен қызметі адамның жасына, жынысына байланысты ерекшеліктері болады. Тыныс алу жүйесінің мүшелері қызметіне қарай типке бөлінеді. Бірінші, ауаны сыртқы ортадан ішке және іштен сыртқа қарай қозғайтын тыныс алу жолдары. Бұлар мұрын қуысы, көмей, кеңірдек және бронхолардан тұрады. Екінші, орталыққа түскен газдарды алмастыру процесін жүргізетін мүше бұл өкпе. Енді осы тыныс алу мүшелерінің орналасу орнына қарай екі топқа бөлінеді. Жоғарғы тыныс алу жолдары, олар мұрын қуысы, ауыз қуысы қосымша және жұтқыншақ. Екінші, тыныс алу жолдары, бұлар көмей, кеңірдек, бронхо, альвеолалар. Келесі слайдта енді әрбір тыныс алу мүшелеріне қысқа тоқталып өтетін болсақ, бірінші, мұрын қуысының қызметтері. Ауа мұрын арқылы екі бөлікті қалқалы мұрын қуысына өтеді. Ол эпителийлі ұлпадан және ұсақ қан тамырларымен жабылған. Тамырлармен аққан қан түскен ауаны дене температурасына дейін жылытады, ал сілемейлі қабық ауаны ылғалдайды және оның шаң тозаңдар мен микроағзаларды тұтып қалады. Тұтылған ағзаларды лейкоциттер қорытады, яғни фагоцитоз процесі арқылы. Қорытудан артылған шаң тозаңдар эпителий түктері арқылы сыртқа шығарылады. Мұрын қуысында жылытылған, ылғалданған және тазартылған ауа жұтқыншақ арқылы көмейге түседі. Келесі, жұтқыншақ. Бұл бір жағынан мұрын, екінші жағынан өңешпен байланысқан мүше. Адамда жұтқыншақ ас қорыту және тыныс алу процесіне ортақ
қатысады. Жұту кезінде ас жиынтегі ауыз қуысынан аңқа арқылы жұтқыншаққа, одан өңешке түседі. Ал тыныс алуда ауа мұрын қуысынан жұтқыншаққа, одан көмейге өтеді. Адамда жұтқыншақ омыртқа бағанасының мойындық бөлігінің алдында, бас сүйектің астыңғы жағынан 6-7 мойын омыртқалар тұсында орналасып, одан төмен өңешке жалғасады. Оның ұзындығы 12-18-14 сантиметр, ені 5 сантиметрдей. Қабырғасы шырышты, ал шырыш асты негізгі бұлшықетті дәнекер ұлпасынан түзілген. Келесі мүше бұл көмей. Көмей тыныс алу түтікше мүшелерінің бастама бөлігі және мойынның алдыңғы жағында орналасқан кіші қуыс шеміршекті мүше. Келесі тыныс алу мүшесі бұл кеңірдек. Көмейдің жалғасы іші қуыс түтік пішінді бронхыға жалғасып тұратын шеміршекті мүше. Ол өңештің алдыңғы жағында орналасады. Ұзындығы шамамен 9-12 сантиметр, диаметрі 15-18 мм. Кеңірдектің алдыңғы қабырғасы бірімен бірі сіңірлі арқылы өзара байланысқан жартылай шеміршекті сақиналардан тұрады. Келесі бұл бронхтар. Бронх және бронхтар жоғарғы сатыдағы омыртқалы жануарларда, соның ішінде адамдарда тыныс түтігінің тармақтары. Бронхтар тыныс алу жолдарын құрайды. Оларда газ алмасу болмайды. Олардың қызметі тыныс алу бөлімдеріне ауа ағынын өкпеге өткізеді. Оны жылыту, ылғалдандыру және тазарту процесіне қатысады. Соңғы тыныс алу мүшесі бұл өкпе. Адам мен жануарлардың тыныс алу мүшесі пішіні жартылай конус, кеуде қуысында орналасқан. Сыртын сілемейлі қабық өкпе қап плевра қаптап жатады. Сол жақ өкпе 2 бөліктен тұрады, жоғарғы және төменгі. Ал оң жақ өкпе 3 бөліктен тұрады, жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Сонымен тыныс алу жолдары мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхы, бронхиолалар және өкпе көпіршіктері альвеолалардан және өкпеден тұрады. Үшінші сұрақ бұл өкпе және өкпедегі газ алмасу. Өкпедегі газ алмасу бұл дегеніміз тыныс алғанда атмосфералық ауаның құрамында 79% азот, 21% оттек, 0,03% көмірқышқыл газы болады. Ал тыныс шығарғанда оттектің мөлшері азайып, ол 17-16%-ға, көмірқышқыл газының мөлшері көбейіп 4%-ға көбейеді. Ал тыныс алу мен тыныс шығару кезінде азоттың мөлшері өзгермейді. Тыныс алу кезінде өкпе көпіршіктерінен альвеолада оттек қанға, кері қаннан көмірқышқыл газы оттегіге өкпеге өтеді. Төртінші сұрақ, бұнда өкпенің тіршілік немесе өмірлік сыйымдылығы. Ішке дем толық тартқаннан кейін тыныс жолдарын толығымен шығатын ауа көлемін сипаттайтын сыртқы дем алу көрсеткіші. Яғни адам терең тыныс алып, терең тыныс шығарғанда ауаның көп мөлшерін айтады. Әйел адамдарда шамамен 3500 миллилитр құраса, ер адамдарда 3500-4800 миллилитрді құрайды. Сонымен қатар, спортшылардың өкпе сыйымдылығы тыныс алу жүйесінің функционалды жағдайының маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Ол адам терең дем алғаннан кейін дем алатын және дем шығаратын ауаның максималды көлемін сипаттайды. Осы өкпе сыйымдылығын есептейтін құралды бұл спирометр деп аталады. Сонымен спирометр дегеніміз өкпе көлемін және өкпедегі өмір сыйымдылығын, яғни тіршілік сыйымдылығын өлшеу үшін қолданылатын құрал. Өкпе сыйымдылығының екі түрі бар. Бірінші өкпелік сыйымдылық ең терең ингаляциядан кейін дем шығару болатын ауаның максималды мөлшері. Олар жаттығудан өтпеген адамдарда 3,5-4,5 литр болады, ал спортшыларда 6-8 литрге дейін жетеді. Соның ішінде төзімділікті жоғары
қажет ететін спортшыларда, яғни жүзушілерде, ескекшілерде, шаңғышыларда анық байқалады. Екінші, өкпенің жалпы сыйымдылығы қалдық көлемін қоса алғанда өкпе ұстай алатын ауаның жалпы көлемі. Спортшылар үшін спорт түріне және жаттығу түріне байланысты 6-10 литрге дейін жетеді. Сонымен, қорыта айтқанда, неліктен спортшылардың өкпе сыйымдылығы өлшенеді, яғни олардың жаттығуға төзімділігін бақылау үшін есептеу құралы қолданылып, есеп нәтижесі сол үшін бақыланып отырады. Яғни онда газ алмасуының төзімділігі мен тиімділігін бағалау үшін, жүктемелерді бейімдеуді бағалау үшін, жеке оқу бағдарламаларын таңдау үшін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.